Сәлем достар, всем привет! Бүгінгі сабақ танысу және отбасы туралы болады. Сегодня будет урок про знакомство и семью. Постайық. Давайте начнем. Танысу. Знакомство. Танысу. Аты. Имя. Аты. Тегі. Фамилия. Тегі. Әкесінің аты. Отчество. Әкесінің аты. Аты жөні. Фамилия, имя, отчество. Аты жөні. Аты жөніңіз кім? Как ваша фамилия, имя, отчество? Аты жөніңіз кім? Аты жөнің кім? Как твоя фамилия, имя и отчество? Аты жөнің кім? Атыңыз кім? Как вас зовут? Атыңыз кім? Атың кім? Как тебя зовут? Атың кім? Танысқаныма қуаныштымын. Рад или рада знакомству. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Я тоже рад или я тоже рада. Мен де қуаныштымын. Менің, мой, моя, моё. Менің. Сіздің, ваш, ваша, ваше. Сіздің. Сенің, твой, твоя, твоё. Сенің. Оның, его, её. Кешіріңіз. Извините. Простите. Кешіріңіз. Кешір. Извини. Прости. Кешір. Жұмысыңыз қалай? Как работа? Жұмысыңыз қалай? Жұмысың қалай? Как работа? Жұмысың қалай? Танысып қой. Познакомься. Танысып қой. Танысып қойыңыз. Познакомьтесь. Танысып қойыңыз. Жаңалық. Новости. Жаңалық. Отбасы. Семья. Отбасы. Әке. Отец. Әке. Ана. Мать. Ана. Ата. Дедушка. Ата. Әже. Бабушка. Әже. Ұл. Сын. Мальчик. Ұл. Қыз. Дочь. Девочка. Қыз. Аға. Старший брат. Аға. Әпке. Старшая сестра. Әпке. Сіңілі. Младшая сестра. Для женщин. Сіңілі. Қарындас. Младшая сестра. Для мужчин. Қарындас. Іні. Бауыр. Младший брат. Іні. Бауыр. Нағашы. Родственник со стороны матери. Нағашы. Немере. Внук. Внучка от сына. Немере. Жиен немересі. Внук. Внучка от дочери. Жиен немересі. Бала. Ребенок. Шағын отбасы. Небольшая семья. Шағын отбасы. Үлкен отбасы. Большая семья. Үлкен отбасы. Жас отбасы. Молодая семья. Жас отбасы. Туыс. Родственник. Туыс. Туыстар. Родственники. Неше. Қанша. Сколько.
неше, қанша. Бар, есть, имеется наличие кого чего-либо. Бар. Жоқ, нет, не имеется наличие кого чего-либо. Нет. Жоқ. Теперь пословица про семью. Отан отбасынан басталады. Родина начинается с семьи. Отан отбасынан басталады. Давайте для практики прочитаем текст. Менің әжем бар. У меня есть бабушка. Әжемді өте жақсы көремін. Бабушку очень люблю. Әжемнің 4 баласы бар. У бабушки 4 сына. Ең үлкен баласы менің әкем. Самый старший сын мой отец. Әжемнің көзі жақсы көрмейді. Глаза бабушки плохо видят. Әжеме журнал, кітаптарды оқып беремін. Бабушке читаю журнал, книги. Әжем мені, сен менің жарығымсың, көзімсің деп жақсы көреді. Бабушка любит меня и говорит, что я его глаза и свет. Қазір менің әжем зейнеткер. Сейчас моя бабушка на пенсии. На сегодня все. Если вы не подписаны, то подписывайтесь на наш канал, делитесь со своими друзьями и пишите комментарии про наш урок.